Siz kolunuzda juvasız, betinizde juvasız, bökül denenizde juvasız. Бірақ bir jer бар, siz onu еш қашан жумауыңыз мүмкін. Ол сондай жасырын жерде орналасқан, көп адам ол туралы тіпті ойламайды. Дәл сол аймақта уақыт өте келе, ағзаға салмақ түсіретін жиналым пайда болады. Күн сайын, жыл сайын. Ал қарапайым тұзды күтім осы жерге әсер еткенде, ағзада күтпеген өзгерістер басталуы мүмкін. Кейде бұған көптеген құралдардың өзі әсер ете алмайды. Сізбен Алмас Нұрғалиев. Бүгін біз төменнен жоғары қарай жүреміз. Алдымен табан туралы айтамыз. Кейін мойынға көшеміз. Соңында көп адам елемейтін ерекшеліктіге тоқталамыз. Бірақ ең маңыздысын түсіну үшін, алдымен сіз күнде сүйеніп жүретін негізден бастау керек. Сіздің табаныңыз жай ғана денені ұстап тұрған бөлік емес. Ол бүкіл ағзадағы қан айналымына қатысатын табиғи жүйе. Әр аяқ табанда ұсақ веналардың күрделі торы орналасқан. Олар тері мен бұлшықет арасында жатады. Адам жүрген кезде табан жерге қысылып, сол веналардағы қан жоғары қарай итеріледі. Балтырға, санға, кейін жүрекке қарай. Бұл табиғи қозғалыс, табандық, веноздық сорғы деп аталады. Егер осы механизм әлсіресе, аяқта қан жоғары көтерілуі қиындай бастайды. Себебі тартылыс күші үнемі төмен қарай тартады. Жүрек қанды аяққа жеткізеді. Бұл бағытта табиғи күш көмектеседі. Ал қайта жоғары көтеру үшін аяқ бұлшықеттер мен табанның қозғалысы қажет. Әр қадам кезінде табан жоғары қарай бірнеше ондаған миллилитр қан итереді. Бір сағаттық жүру барысында бұл көлем литрлерге жетеді. Сондықтан кейбір мамандар табанды екінші жүрек деп атайды. Енді шындыққа қарайық. 50 жастан кейін көптеген адам күніне тым аз қозғалады. Орта есеппен 4000 қадамнан да аз. Бұл ағзаға қажет белсенділіктен әлдеқайда төмен. Жұмсақ аяқ киім, қалың табан, үйдегі жайпақ тәпішке, табан бүгілмейді, серпілмейді. Нәтижесінде табиғи сорғы баяулай бастайды. Қан аяқта ұзақ тұрып қалады. Көп адам мұны жасқа байланысты деп қабылдайды. Кешке қарай аяқтың ісінуі, ауырлық сезімі, көк тамырлардың байқалуы, балтырдағы тартылу, түнгі жайсыздық. Бірақ мұның бәрі көбіне төменнен басталады. Дәл осы жерде қарапайым тұзды ванна алғашқы көмекші құралға айналуы мүмкін. Алайда табан тек бірінші буын. Одан жоғары тағы бір маңызды аймақ бар. Ол мойын. Көп адамның таңертең сезетін жайсыздығы дәл осы жермен байланысты болуы мүмкін. Әр аяқта 26 сүйек бар. Яғни бүкіл қаңқадағы сүйектердің үлкен бөлігі екі табанда орналасқан. 30-дан астам буын және көптеген бұлшықет табан күмбезін ұстап тұрады. Бұл құрылым жүргім кезде серіппе сияқты жұмыс істейді. Қадам жасағанда табан иіледі, соққыны жұмсартады. Кейін қайта қалпына келеді. Егер оған дұрыс күтім болса, бұл өте дәл жұмыс істейтін жүйе. Бірақ уақыт өте келе серпімділік азая бастайды. Табандағы байламдар бұрынғыдай икемді болмайды. Ұсақ бұлшықеттер әлсірейді. Күмбез жайпақтанады. Табан қатты, әрі икемсіз бола бастайды. Сол кезде әр қадам тізеге, жамбасқа, белге артық салмақ түсіреді. Кейде адамның ұзақ уақыт мазалайтын бел жайсыздығы табаннан басталуы мүмкін. Табанда мыңдаған жүйке ұштары орналасқан. Олар миға үнемі ақпарат жібереді. Қысым, температура, дененің орналасуы, тепе-теңдік. Бұл ақпарат қан тамырларының тонусына, дене температурасын реттеуге, жалпы сергектікке әсер етеді. Табан әртүрлі беттерді сезген кезде ағза белсендірек жұмыс істейді. Ал адам күні бойы тек жұмсақ аяқ киіммен жүргенде жүйке жүйесіне келетін сигнал азаяды. Сондықтан кейбір адамдар жылы бөлмеде отырса да, аяқтарының тоңатынын байқайды. Осы жерде жылы тұзды ванна көмектесуі мүмкін. 1 литр жылы суға 3 ас қасық ас тұзын қосады. Су температурасы шамамен 40 пен 42 градус арасында болуы керек. Мұндай процедура бірден бірнеше бағытта әсер етеді. Біріншіден, артық сұйықтықтың азаюына көмектеседі. Тұзды орта сіңген тіндерден ылғалды өзіне тартады. Екіншіден, жылу ұсақ тамырларды кеңейтеді. Қан айналымы белсендірек болады. Үшіншіден, табандағы жүйке рецепторлары белсенді жұмыс істей бастайды. Бұл жалпы сергектікке әсер етеді. Төртіншіден,
Тұзды орта тердегі қажетсіз микроағзалардың көбеюіне қолайсыз жағдай жасайды. Бірақ маңыздысы процедурадан кейінгі күтім. Көп адам дәл осы жерде қателеседі. Тұзды ваннадан кейін аяқты толық құрғақ ату қажет. Әсіресе башпайлардың арасы мұқият құрғақ болу керек. Себебі жылы әрі ылғалды орта терге жайсыздық тудыруы мүмкін. Келесі маңызды қадам теріні күту. Егер табан құрғақ болса немесе өкше жарылуға бейім болса, құрамында мочевинасы бар крем қолдануға болады. Мұндай крем ылғалды сақтауға көмектеседі. Бірақ кремді башпай арасына жақпау керек. Ол жер құрғақ болуы тиіс. Кейін мақташылық киіп ұйықтауға болады. Тағы бір маңызды нәрсе судың температурасы. Тым ыстық су кейбір адамдарға жайсыз әсер етуі мүмкін. Ал тым салқын суда қажетті әсер әлсіз болады. Сондықтан температураны нақты бақылаған дұрыс. Процедура кезінде аяқты жай ғана суда ұстап отырмаңыз. Башпайларды қозғаңыз, табанды айналдырыңыз, бүгіңіз. Бұл қозғалыстар табиғи сорғыны қосымша белсендіреді. Тек суға салып отыру бір әсер берсе, белсенді қозғалыс әлдеқайда жақсы нәтиже береді. Ең маңыздысы тұрақтылық. Аптасына бір рет емес, күн сайын. Тіс тазалау сияқты күнделікті әдетке айналуы керек. Бір рет жасалған ванна тек уақытша жеңілдік беруі мүмкін. Ал тұрақты күтім бірнеше аптадан кейін аяқтағы жайлылыққа, ұйқы сапасына және жалпы күйге әсер ете бастайды. Егер осы жерден өзіңізді танысаңыз, бұл ақпаратты сақтап қойған дұрыс. Өйткені әрі қарай біз одан да маңызды аймаққа көшеміз. Табаннан жоғары көтерілсек, келесі маңызды аймақ мойын. Дәл осы жерде көптеген адам байқамай жүрген негізгі мәселелердің бірі жасырынып тұруы мүмкін. Мойын денедегі ең жауапты аймақтардың бірі. Себебі дене мен миды байланыстыратын барлық негізгі жолдар осы жерден өтеді. Миға қан апаратын ірі тамырлар, қанды қайта алып кететін веналар, лимфа жолдары, жүйке талшықтары. Барлығы өте тар кеңістікте орналасқан. Ал енді қазіргі өмір салтын елестетіңіз. Телефонға ұзақ қарау, бастың үнемі алға еңкею, салатта бір қалыпта отыру. Осындай жағдайда мойын бұлшықеттері тұрақты кернеуді болады. Басында адам оны байқамауы мүмкін, өйткені ол біртіндеп әдетке айналады. Бірақ қан тамырлар мен жүйке жүйесі бұл қысымды сезеді. Мойындағы кейбір тамырлар омыртқа жанындағы тар арналар арқылы өтеді. Егер бұлшықеттер қатайып қалса, немесе мойын ұзақ уақыт бойы дұрыс қалыпта болмаса, сол арналардағы қысым артуы мүмкін. Нәтижесінде миға баратын қан айналымы баяулайды. Бұл бірден емес баяу байқалады. Мысалы, таңертең бас ауыр сезіледі. Басты бұрғанда жеңіл айналу болады. Құлақта әлсіз шу естіледі. Кейде адам бөлмеге не үшін кіргенін ұмытып қалады. Көз алдында қысқа уақытқа қараутулар болуы мүмкін. Кешке қарай мазасыздық артады. Көп адам мұны шаршаумен немесе жаспен байланыстырады. Бірақ кей жағдайда мәселе мойындағы тұрақты қысыммен байланысты болуы мүмкін. Артериялардан бөлек веналарда маңызды. Олар мидан шыққан қанды қайта төмен қарай алып кетеді. Егер мойын бұлшықеттері шамадан тыс тартылып тұрса, веналардың жұмысы қиындай бастайды. Сол кезде таңертең бастың ауырлығы сезіледі. Көз айналасында ісіну пайда болуы мүмкін. Адам өзін толық сергек сезінбейді. Бұған қоса лимфа жүйесі де баяулайды. Ал лимфа ағзадағы тазарту жүйелерінің бірі. Мойындағы лимфа түйіндері бас аймағынан келген сұйықтықты сүзеді. Егер бұл аймақта қысым болса, дренаж баяулайды. Сондықтан кей адамдарда ұзаққа созылатын мұрын бітелуі, тамақтағы жайсыздық немесе беттегі ісіну жиі кездеседі. Көпшілік бірден түрлі құрал іздей бастайды. Бірақ кей жағдайда ағзада тек қалыпты дренажды қалпына келтіру қажет болуы мүмкін. Осы жерде тұзды таңғыш туралы айту маңызды. Бұл жай қыздыратын компресс емес. Мұнда негізгі әсер жылудан емес, тұздың қасиетінен болады. Тұз тері бетінде жоғары концентрация қалыптастырады. Соның арқасында артық сұйықтық сыртқа қарай қозғала бастайды. Нәтижесінде мойын аймағындағы тіндер жеңілдейді. Тамырларға түсетін қысым азаюы мүмкін. Енді процедураны дұрыс жасау жолына тоқталайық. 1 литр жылы суға
10 ас қасық кәдімгі ас тұзын қосады. Тұз толық еруі керек. Су қайнатылған немесе сүзілген болған дұрыс. Кейін табиғи матаны пайдалану қажет. Мақта немесе зығыр мата қолайлы. Матаны бірнеше қабаттап бүктеп, ертіндіге малып алады. Ол дымқыл болуы керек, бірақ су тамшыламауы тиіс. Таңғышты желкетісінен бастап, жауырынның жоғарғы бөлігіне дейін қояды. Иықтың жоғарғы жағында жабуға болады. Сыртынан құрвақ мақта матамен бекітіледі. Ең маңызды ереже, үстінен пленка жабуға болмайды. Ауа еркін өтуі керек. Егер пленкамен жауып тастаса, қажетті әсер әлсірейді. Таңғыш тұрған кезде тұз артық сұйықтықты біртіндеп өзіне тартады. Біршама уақыттан кейін мойын жеңілдей бастауы мүмкін. Кей адамдар желкедегі қысым азайғанын байқайды. Құлақтағы шу бәсеңдейді. Бас сергек бола бастайды. Мұндай процедураны шамамен 2 сағат ұстауға болады. Өте қысқа уақыт жеткіліксіз болуы мүмкін. Ал ерітіндінің концентрациясын өзгертіп, тәжірибе жасау қажет емес. Тым күшті ерітінді теріге жайсыз әсер етуі мүмкін. Матаның табиғи болғаны өте маңызды. Синтетика қажетті ауа алмасуын нашарлатады. Таңғышты алғаннан кейін теріні дымқыл сүлгімен сүртіп алған дұрыс. Тұз қалдығы теріні құрғатып жібермеу керек. Әрине кей жағдайларда мұндай процедураларды қолдануға болмайды. Егер тері зақымдалған болса, немесе аймақта қатты тітіркену болса, алдымен маманмен кеңескен дұрыс. Енді біз үшінші және ең қызық бөлікке жақындап келеміз. Көп адам назар аудармайтын, бірақ өте маңызды аймаққа. Бұл құлақтың артындағы кішкентай ойық. Дәл осы жер туралы көпшілік мүлде ойланбайды. Енді ең қызық әрі көп адам байқамайтын аймаққа келдік. Бұл құлақтың артындағы кішкентай ойық. Құлақ қалқаны мен бас сүйектің арасындағы жұмсақ аймақ. Көпшілік дәл осы жерді жуынғанда өткізіп жібереді. Сабын жағады, шашын жуады, бірақ бұл бөлік назардан тыс қалады. Ал шын мәнінде осы жерде бірден бірнеше маңызды жүйе тиіседі. Біріншісі веналық ағыс. Құлақтың артқы жағымен ұсақ веналар өтеді. Олар бастың артқы бөлігінен келген қанды төмен қарай бағыттайды. Егер осы аймақта ісіну немесе жиналым болса, сұйықтықтың қозғалысы баяулауы мүмкін. Бұл мойындағы тамырларға қосымша салмақ түсіреді. Екіншісі лимфа жүйесі. Құлақтың артында кішкентай лимфа түйіндері орналасқан. Олар бас терісінен, құлақ айналасынан және кейбір жұмсақ тіндерден келетін лимфаны сүзеді. Егер бұл аймақта ұзақ уақыт бойы жиналым болса, лимфа қозғалысы баяулайды. Кей адамдар құлақ артында ұсақ түйір немесе сезімталдық байқайды. Бұл ағзаның сигналдарының бірі болуы мүмкін. Үшінші маңызды нәрсе – жүйке жүйесі. Дәл осы аймақтың жанында кезбе жүйкенің тармақтары теріге жақын өтеді. Ал кезбе жүйке ағзадағы тыныштық пен қалпына келу процестеріне қатысады. Ол тыныс алуға, жүрек ырғағына, ішкі жайлылық сезіміне әсер етеді. Сондықтан осы аймаққа жұмсақ күтім жасау кей адамдарға босаңсуға көмектеседі. Енді ең маңызды сұрақ – неліктен дәл осы жерге тұз қосылданады? Өйткені бұл аймақта тері жұқа, май бездер белсенді жұмыс істейді. Тері майы, ұсақ бөлшектер біртіндеп жинала береді. Көзге байқалмайтын жұқа қабат пайда болады. Көп адам оны толық тазаламайды. Сол себепті бұл жерде тұрақты жайсыз фон сақталуы мүмкін. Енді процедураның өзін қарастырайық. 1 шай қасық ұсақ ас тұзын алыңыз. Йод қосылмаған қарапайым тұз болған дұрыс. Оған бірнеше тамшы жылы су қосылады. Тұз толық еріп кетпеу керек. Аздап түйіршікті қоймалжың күйінде қалғаны маңызды. Кейін осы қоспаны 2 қолдың саусақ ұшына жағады. Құлақтың артындағы ойықты жұмсақ айналмалы қозғалыспен уғалайды. Қозғалыс төменнен жоғары қарай жүреді. Әр жаққа шамамен 30 секунд жеткілікті. Қатты басудың қажеті жоқ. Бұл аймақта тері жұқа. Мақсат теріні жарақаттау емес, жұмсақ тазарту. Тұздың түйіршіктері өте жеңіл табиғи тазартқыш ретінде жұмыс істейді. Олар терідегі ескі қабатты ақырын кетіруге көмектеседі. Сонымен бірге тұздың әсерінен артық ылғал азая бастайды. Бұл аймақтағы лимфа қозғалысына да жеңілдік беруі мүмкін. Ал ең қызығы жүйке жүйесіне әсері. Көп адам мұндай күтімнен кейін тыныстың жеңілдегенін байқайды.
Кейбіреулер таңертеңгі бастың ауырлығы азайғанын айтады. Бас сергек сезіледі. Құлақтағы жайсыз дыбыстар бәсеңдеуі мүмкін. Кей адамдар ұйқының да жақсарғанын байқайды. Процедурадан кейін бұл аймақты жылы сумен шайып, жұмсақ сүлгімен құрғату жеткілікті. Крем жағудың қажеті жоқ. Тері еркін тыныстауы керек. Енді осы үш аймақты бірге қарастырайық. Табан, мойын, құлақ арты. Бұл бір-бірінен бөлек нәрсе емес. Бір жүйенің үш бөлігі. Табан төменнен сұйықтық қозғалысын белсендіреді. Мойын негізгі өткел. Ал құлақ артындағы аймақ жоғарғы дренажға қатысады. Үшеуі бірге жұмыс істегенде, ағзадағы қозғалыс жеңілдей бастайды. Аяқтағы ауырлық азаю мүмкін. Таңертеңгі бас тұманы бәсеңдейді. Ұйқы жайлырақ болады. Адам өзін жеңілірек сезінеді. Бірақ бір маңызды нәрсені түсіну керек. Бұл күнделікті күтім. Бір рет жасап бірден үлкен өзгеріс күтудің қажеті жоқ. Тұрақтылық маңызды. Тіс тазалау сияқты. Күн сайын аздап күтім жасау ұзақ уақыт ішінде жақсы әсер береді. Дегенмен кей жағдайларда міндетті түрде маманға қаралу қажет. Егер бір аяқ қатты сынып кетсе, тері қызарып қатты қызса, мойында қолдарға берілетін күшті жайсыздық болса, құлақ артында ұзақ уақыт кетпейтін қатты түйін байқалса, мұндай жағдайда тек үй процедуралармен шектелмеген дұрыс. Өйткені ағза кейде анық сигнал береді, ал оны уақытында байқау өте маңызды. Енді соңғы бөлімде осының бәрін бір жүйеге жинап, толық күнделікті тәртіпті айтып шығамыз. Таңертең адам өзін сергек сезінбейді, бас ауыр. Аяқта жайсыздық бар, ұйқы толық тынықтырмайды. Көпшілік мұны жасқа немесе шаршауға жаба салады. Бірақ ағза көбіне бірден қатты белгі бермейді. Алдымен жай ғана ескертеді. Кешке аяқтың ауырлауы. Таңертең беттегі сіну, құлақтағы әлсіз шу, бастағы тұман сезімі, ұйқының терең болмауы. Бұл ағзаның ақырым берген белгілері. Сондықтан күнделікті қарапайым күтім кей адамдарға өзін әлдеқайда жеңіл сезінуге көмектеседі. Енді толық күнделікті тәртіпті қайталап өтейін. Таңертең. Алдымен құлақ артындағы аймақ. Бір шай қасық ұсақ ас тұзы. Бірнеше тамшы жылы су. Аздап түйіршікті қоспа дайындалады. Саусақ ұшымен құлақтың артындағы ойықты жұмсақ айналмалы қозғалыспен өңдейсіз. Әр жаққа шамамен 30 секунд. Кейін жылы сумен шайып, жұмсақ сүлгімен құрғатыңыз. Бұл көп уақыт алмайды, бірақ кей адамдар бірнеше күннен кейін таңертеңгі сергектіктің өзгергенін байқай бастайды. Кешке табанға арналған тұзды ванна, 1 литр жылы суға 3 ас қасық ас тұзы. Су тым ыстық болмау керек. Табанды шамамен 15 минут ұстайды. Процедура кезінде башпайларды қозғап тұрған дұрыс. Табанды айналдыруға болады. Осылайша табиғи қозғалыс белсендірек жұмыс істейді. Кейін аяқты толық құрғатыңыз. Әсіресе башпай араларын. Егер өкше құрғақ болса, күтімге арналған крем қолдануға болады. Ал мақташылық түнгі жайлылыққа көмектеседі. Келесі маңызды бөлім мойын аймағы. Бұл процедураны күн ара жасауға болады. 1 литр жылы суға 10 ас қасық ас тұзы. Табиғи матаны ерітіндіге малып, мойын мен өқ аймағына қояды. Сыртынан құрғақ сүлгімен бекітеді. Пленка қолданылмайды. Шамамен 2 сағат жеткілікті. Кей адамдар бірнеше процедурадан кейін желке жеңілдегенін байқайды. Ұйқы тыншырақ болуы мүмкін. Бастағы қысым сезімі азаю ықтимал. Бірақ ең маңыздысы жүйелілік. Бір күн жасап кейін ұмытып кетсеңіз, әсер әлсіз болады. Ал күнделікті күтім ағзаға біртіндеп көмектеседі. Көп адам ағза қатты белгі бергенше күтеді. Бірақ дене көбіне алдымен жай ғана сыбырлайды. Аяқтағы ауырлық сол сыбыр, таңертеңгі тұман сол сыбыр, ұйқының бұзылуы сол сыбыр, құлақтағы әлсіз дыбыс сол сыбыр. Егер адам осы белгілерге ертерек назар аударса, ағзаға көмектесу әлдеқайда жеңіл болады. Бұл жерде қымбат құрал қажет емес. Күрделі құрылғы да керек емес. Қарапайым тұрақты күтімнің өзі үлкен рөл ойнауы мүмкін. Және тағы бір маңызды нәрсе. Бұл процедуралар күнделікті күтім мен алдын алу тәсілдерінің бірі. Ал егер ағза анық әрі күшті белгі берсе, міндетті түрде маманға қаралу қажет. Өзімізді тыңдаңыз, ағза көбіне бәрін алдын ала айтып тұрады.
Сізбен Алмас Нұрғалиев болды. Егер осындай пайдалы әрі түсінікті ақпарат керек болса, видеоны сақтап қойыңыз, және жақын адамдарыңызбен бөлісіңіз. Кейде бір қарапайым кеңес адамның күнделікті жағдайына үлкен әсер етуі мүмкін. Келесі видеода тағы да көпшілік байқамайтын, бірақ өте маңызды тақырыптарды талқылаймыз.